Қайырлы күн, мен Нұрлыбаев Руслан Ерғалиұлы. Ғылымға қалай келді десеңіздер, сонау мектеп кезінен, бала кезінен ата-анамның осы ғалым болса, доктор болса деп армандап, мені ғылымға баулып бастады. Сол кезде мектепшілік үлкен ғылыми жарыстарға, үлкен олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болдық. Кейіннен үлкен өмірліге қадам басқан кезде инженер болсам деп өзім таңдадым, таңдау жолымды. Сол инженерлік университет біздің қара шаңырағымыз Сәтбаев университетінде білім алуды бастадым. Ол жерде де бізді бірінші кезек үйреткені ғылым болды. Осы Қаныш атамыздың жолын қуып, бізде ғалым болсақ деп армандадық. Ал енді міне сол үлкен жолды адымдап қадам басып келеміз. Жалпы өндірісіміз 19 түрлі құрғақ құрылыс қоспаларын өндіреді. Өндіріс 3 линиядан тұрады. Яғни бірінші кептіру линиясы, екіншісі яғни сұр линия, үшінші линия ақ линия. Кептіру линиясында өздеріңіз көргендей сырттан яғни құм беріледі, басқа да шикізаттар беріледі. Соны кептіреміз. Кептіру арқылы үлкен қоймаларда сақтаймыз. Сақтау арқылы олармен бәрін химиялық қоспаларды қосамыз. Диатомит бар, басқа да шикізаттар бар. Қосқаннан кейін біз үлкен араластырғышқа береміз. Араластырғыштан шыққаннан кейін біз оны яғни фасовка жасаймыз. Біз яғни әлем банкінің үлкен яғни ғылыми жобаларды коммерциализацияландыру конкурсына қатыстық. Осылайша өндіріс құрдық. Біздің тауарымызды Европаға дейін шығарып, сол жерде отандық өнімімізді енгізе білдік. Ол біз үшін үлкен нәтиже болды. Евразийский патент алдық. Бұның нәтижесінде біз яғни өзіміздің өнімімізді үлкен аренаға шығардық, яғни импорттай білдік. Ол біздегі үлкен тәжірибені білдіреді. Сонымен қоса, қазіргі таңда жаңа қызығушылық танытып отырған компаниялар туралы айтатын болсам сіздерге. BI Group, яғни Integra, мынау Қазақстандағы үлкен дәрежеде, яғни үлкен жекеменшік мекемелерді салып жүрген Жатказ компаниясы, Ернар сервис сияқты үлкен құрылыс компанияларымен біз жұмысты бастадық. Бүгінгі күні біздің тауарымыз тек қана Алматы қаласында емес, сонымен қоса Астана, Тараз, Қызылорда, Шымкент, Түркістан қалаларында өндіріске енгізе білдік. Тауарымыз қолданыс тапты. Бұл деген біз үшін үлкен қуаныш, қазақстандық ғалымдардың жетістігі. Енді мүмкін емес деген нәрсеге тоқталғым келіп отыр. Құрметті жастар, мүмкін емес деген нәрсе ол тек қана сіздердің миларыңызда. Егер еңбек ете білсек, нәтиже болады. Мемлекет тарапынан қаржыландыру бар, қолдау бар. Сондықтан да соны дұрысынан пайдаланып еңбек ету қажеттіміз. Біз елдің ертеңіне жауаптылармыз. Сондықтан да барлығы өзімізге байланысты. Жүріңіз. Мынау өздеріңіз көріп тұрған өнім, отандық өнім. Біз оның негізгі атауын брендін диатомит деп қойдық. Жаңа өзім айтқандай, диатомит кені негізінде болғаннан кейін 19 түрлі өнім шығарамыз. 19 түрлі өнім, яғни құрылыс саласына қажетті бүкіл өнім. Бұл дегеніміз отандық, яғни қазақстандық тауар.